Тибет қайтыс болғаннан кейін оның мұрагері болмағандықтан барлық байлығы Берракқа қалады. Мұрамен қатар ол оның қарыздарын да мұра етеді. Беррак Зейнептің отбасына тиісетін мүмкіндікті бос жібермей, адвокаттан Мұстафаның мерзімі өткен қарызы үшін іс қозғауды сұрайды. Пилин Берракқа: Ниджат би сенің Тибетті өлтіргеніңді полицияға айтпайды. Сол үшін сен оның айтқанын істейсің. Тибеттің компаниясы бізге керек. Мұра ретінде сен тек қана басқарып отырасың деп шарт қояды. Мұхсин сенің оң қолың болады. Қандай да шаруа болса, оған айтсаң, ол реттейді деп таныстырады. Беррак олардың айтқанын жасамаймын деп бас тартады. Егер Ниджат Тибетті мен өлтіргенімді полицияға айтатын болса, мен үйден оның денесін сен алып шыққаныңды айтамын дейді. Пилин: сен бізге қарсы тұра алмайсың деп қолдарында қандай көзір бар екенін көрсетеді. Видеода бассейннің жанында болған қайғылы оқиғаның бейне жазбасы еді. Содан Беррактың көңілдесі әрі Кадердің әкесі кім екенін білетіндерін айтады. Беррак Ниджаттың тұзағына тағы да түседі. Оның келісуден басқа амалы қалмайды. Азра Жиханның қандай маньяк екенін ойыншық аюдың ішіне жасырылған камераға жазып алмақшы болып, әдейі оны ашуландыру үшін оған ұнамайтын іс-әрекеттер жасайды. Жанына келіп, тұздалған қиярды жей бастайды. Жихан ұйқысынан оянып: Азра, не істеп жатсың? Сен әбден есіріп кетіпсің. Сен тек қана мен не айтамын соны жейсің. Мен қалай қалаймын, солай баланы босанасың. Сен мені тыңдайтын боласың. Баланы туған бетте мен сені сабаңа түсу үшін бөлмеге қамап қоямын дейді де шығып кетеді. Азра Жиханның мына сөздерін жазып алғанына қуанып кетеді. Жихан мен Азра ауруханаға кеткенде үй қызметшісі үй жинап жүріп ойыншық аюды құлатып алады. Оны Селим көріп қалады. Қызметші: кешіріңіз, әдейі істемедім, ішінде бірдеңе сынып қалған сияқты дейді. Селим: олай болса қоқысқа тастай сал дейді. Қызметші заттарды шығарып жатқанда ойыншық аюды бақшада түсіріп алады. Оны Кадер тауып алып үйіне алып кетеді. Ойыншықтың жоқ екенін көрген Азра жынданады. Оны лақтырып жібергенін естіп, жылап қоқыс жәшігінен іздей бастайды. Барлығы Азраның жүйкесі жұқарыпты. Ойыншыққа бола бұл несі дейді. Бірақ Зейнеп Азраны бір нәрсе мазалап жүргенін байқайды. Ойыншықты таба алмаған Азра сол жерде есінен танып қалады. Жихан дәл сондай ойыншық аю сатып алуға келеді. Сатушы: бұл ойыншықтарда камера болады дейді. Жихан Азраның ойыншық үшін неге сонша байбалам салғанын түсінеді. Соттың Берракқа Кадерді беру мүмкіндігі жоғары екенін білген Зейнеп Берракқа: егер сен менен Кадерді тартып алатын болсаң, мен полицияға Тибетті сен өлтіргеніңді айтамын деп шантаж жасайды. Беррак мұндайды күтпеген еді, аңырап қалады. Зейнеп: Кадердің өмірін құртатын болсаң, қарап тұрмаймын, мен сені құртамын дейді. Қорыққан Беррак Мұхсинге: бұдан былай Зейнеп менің жолымда тұрмайтын болсын, оның көзін құрт деп тапсырады. Мұхсин Пилинге хабарласып, Беррак Зейнепті өлтір деп тапсырғанын айтады. Пилин: Ниджат би рұқсат етті, іске кірісе бер дейді. Мұхсин Зейнептен жол сұраған болып тоқтатып алады да мақтамен аузынан жауып, есінен тандырып, көлікке отырғызып, Зейнепті ұрлап алып кетеді. Зейнептің артынан шыққан Серхат Зейнепті көрмеген соң көлігіне отырып іздей бастайды. Жолда Зейнеп есін жиып, көліктің терезесіне қолын созып, көмекке шақыру белгісін көрсетеді. Сол сәтте Серхат жандарынан өтіп бара жатқан еді. Зейнептің қолындағы білезігінен танып, сигнал беріп көлік тоқтатпақ болады. Бірақ Мұхсин газге басып, қашып кетпек болады. Серхат ізінен түседі. Мұхсин орман арасына келіп тоқтайды. Жүр деп Зейнепті көліктен шығара бастайды. Сол кезде Зейнеп көлік ішінен тауып алған бұрағышпен Мұхсиннің аяғынан ұрып қаша жөнеледі. Мұхсин құлап түседі. Бірақ орнынан тұрып, Зейнептің артынан қаруын алып қуады. Артынан іле-шала Серхат та жетеді. Зейнеп деп айғайлайды. Зейнеп Серхаттың дауысын естіп, мен мұндамын деп айғайлап жауап қатады. Дауыс шыққан жаққа Мұхсин де жүгіреді. Зейнепті қуып жетіп, қаруын кезейді. Сол сәтте оқ атылып, Зейнеп құлап түседі. Серхат шошып кетеді, оқ атылған жаққа жүгіреді. Оқ атқан Ниджат болып шығады. Оқты аспанға атқан. Зейнеп қорыққаннан аяғы тайып құлап түскен еді. Ал Мұхсин болса қашып кетеді. Жүгіріп Серхат та жетеді. Ниджатқа оқ атады. Оқ тиген Ниджат құлап түседі. Зейнеп: сен не істедің Серхат? Мені ұрлаған адам ол емес дейді. Сен кімсің деген Серхатқа Ниджат: мен Ниджат Теджермін, міне көрістік бауырым дейді.
Полицияның дауысы шығады. Зейнеп қорқып Серхатқа: полиция келе жатыр, қаш тезірек, әйтпесе сені тұтқындайды дейді. Серхат полицияны: мен шақырдым дейді. Ниджат бәрі дұрыс па деген полицияға я дұрыс деп өзіне оқ атылғанын жасырып қалады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер.